Иә, сізді айтамын. Бір рет қарыз алып, 10 жыл бойында өсім төлеп жүргендердің қатарында барсыз ба? Бізде қазіргі күні ауыл қыстақтарда көптеген отбасыларында осындай мәселелер бар. 5 жылдың алдында немесе кейбіреу тіпті 10 жылдың алдында бір 20-30 мың немесе 40-50 мың юан қарыз алған. Содан әр жылы қарыз уақыты толған кезде, қайтаратын кезде біреулерді тауып, соларға жаңағы 50 мың юанына 1 мың юан ақша беріп, қарызын аудартады. Сосын қарыз қайтқандай болады, тағы бір жылға кетеді, ал өзі бір түрлі еркіндікке шыққандай болып, қуанышпен қайтып келеді. Әуелі маған қарыз қайтару деген оңай екен ғой, 10 мың юанменен де қайтара салуға болады екен деп қуана әңгімесін айтқандар бар. Өйтетіні жаңағы қазіргі кездегі қарыздар қалай болып кетті деген кезде, қазіргі кездегі қарыздар мынау бәңкенікі сенімка секілді болып кетті. Сенімді қарызға айланып кетті да. Жаңағы 10 мың юанды каға құясыз, қарызыңыздың 10 мыңы қайтқан болады. Сосын сол 10 мыңды қайтадан шығарып қайта құясыз, 20 мыңы қайтқан болады. Бұл әмәлиятта өзіңізді өзіңіз алдаусырату. Сіз тек қана қарыздың уақытын ұзарттыңыз. Енді мен сізге нақтылы есеп жасап көрсетейін. Сіз 50 мың юан қарыз алдыңыз. 50 мың юан. Ендеше осы қарыздың әдеттегі мынау аманат қарыз кооперативінікі 8/9 бойынша есептеледі. 8,9 бойынша есептесек, сіздің бір айлық өсіміңіз 445 юан болады. Ендеше сіздің бір жылдық өсіміңіз 5340 юан. Сіз осы 5340 юанды 10 жыл демек қойын, 5 жыл бойында қайтарып жүрсіз. Яғни құру өсім төлеп жатсыз. Сіздің қазірге дейінгі төлеген өсіміңіз 26700 юан болды. Бұл бағанағы сіздің орталықтағы жүрген делдалдарға немесе сіздің қарызыңызды аударып берген адамдарға берген ақшаңызды қоспағанда. Сіз қазір қарызыңыздың жартысынан асатын ақшаны өсімге беріп болдыңыз. Ал қызық жері, жаңағы бәңкедегі қарызыңыз әлі күнде орнынан қозғалған жоқ. Мінекей бұл қазіргі кездегі көптеген адамдар ойлануға тиісті ең бір қиын мәселе. Әмәлиятта сіз осы 5 жыл бойында 50 мың юан ақшаны да қайтара алмайтын күйде жүрген жоқсыз. Сіз ондай ақшаны таппай да жүрген жоқсыз. Тауып жүрсіз. Ендеше мәселе сірә қайдан шықты? Мәселе біздің экономикалық көзқарасымыздан шықты. Достар, біз сол 5 мың юан өсімді төлей алған екенбіз, онда біздің бір жылда артық айтпай қойыншы, 5 мың юан болса да қарыз қайтаруға шамамыз әбден жетіп тұр. Сіз артық бір 2 сиыр бағып қойыңызшы, соның бір бұзауын сатсаңыз да 5 мың юан болатын еді. Міне осылайша біз бағанағы қарыздан осы кезге дейін құтылып та болатын едік. Сондықтан бізге не керек? Бүгін бізге біреуден барып ақша табуды үйренудің қажеті жоқ. Әр қайсымыздың өзімізге тән ақша табу жолдарымыз, әдіс амалдарымыз немесе кәсіптеріміз бар. Ал бірақ біз не үшін қарыз батпағына осылайша кетіп сүңгіп бара жатырмыз? Себеп бізде экономикалық құн көзқарасы жоқ. Немесе бір отбасы өзінің экономикасын қалай басқаруды үйрену керек. Біз бұл туралы үйрену жасап көрген жоқпыз. Мектепте де, қоғамда да үйренген жоқпыз. Тіпті біздің ата-анамыз да бізге бұл жағындағы білімдерді үйреткен жоқ. Не үшін кейбіреулер біздің арамыздан мүлде оза шауып, өзгеріп жаңағы экономикалық қуатты семьяға айналып кетіп жатыр. Өйткені олар осы өнерді меңгерді. Енді мен алдыңғы жолы осы турасында бір арнаулы отбасыңды серіктік формасында басқара біл деген бір сабақ орналастырдым. 50-ден астам адам қатынасты, жақсы әсері болды. Көптеген отбасыларына жақсы көмегі тиді. Рахметін, алғысын айтып жатыр. Енді осы жолы тағы да бір осындай үйрену орналастырсам деген ой келіп жатыр. Егер қатынасам десеңіздер, ато 2025 бүгін хатқа қосып хабарласыңыздар. Сөйтейік тағы, біз осы отбасымыздың экономикасын дұрыс басқаруды үйреніп, жаңағы қарыз құрыздан аулақ болып бір сергек, жақсы өмірге қарай ұмтылыс жасап көрейікші. Қалай қарайсыздар?